Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен математика пәнінің мұғалімі Жұмабаева Гүлжайна. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз квадрат теңсіздіктерді шешу. Сендердің меңгеретіндерің квадрат теңсіздік және квадрат теңсіздікті функцияның график арқылы шешу. Сендердің білетіндерің теңсіздік туралы түсінік, квадрат теңдеуді функция түрінде қарастыру және оның графигін салу. Функцияның түбірі, квадрат функцияның коэффициенттері. Квадрат теңсіздіктерді шешудің бірнеше әдіс-тәсілдері бар. Бүгінгі біздің қарастыратын әдіс-тәсіліміз квадрат теңсіздікті квадрат функцияның график арқылы шешу. Ал бастайық. Берілген теңсіздіктер ax квадрат қосу bx қосу с үлкен 0, ax квадрат қосу bx қосу с үлкен немесе тең 0, ax квадрат қосу bx қосу с кіші 0, ax квадрат қосу bx қосу с кіші немесе 0. Бұл теңсіздіктердің барлығы квадрат теңсіздіктер деп аталады. ax квадрат қосу bx қосу с үлкен 0 теңсіздігін шешу үшін теңсіздіктің сол жағында орналасқан үш мүшені нөлге теңестіреміз. Теңдеу пайда болады. Осы теңдеудің дискриминантын табамыз және түбірлерін табамыз. Егер бірінші коэффициент а саны 0-ден үлкен болса, онда біздің функциямыздың графигі, яғни параболаның тармағы жоғары қарап тұрады. Суретте көрініп тұрғандай парабола тармақтар жоғары қарап тұр. Ал егер бірінші коэффициентіміз 0-ден кіші теріс сан болатын болса, онда біздің функциямыздың графигі, яғни парабола тармақтары төмен қарап тұрады. Енді біз үш жағдайды қарастырамыз. Дискриминант 0-ден үлкен болғандағы жағдайды қарастырамыз, дискриминант 0-ге тең болған жағдайды қарастырамыз және дискриминант 0-ден кіші болған жағдайды қарастырамыз. Ал енді осының барлығына жеке-жеке тоқталайық. Бірінші жағдай а 0-ден үлкен, дискриминант 0-ден үлкен болған кездегі жағдай. Ax квадрат қосу bx қосу с үлкен немесе тең 0 теңсіздігінің шешімі. Минус шексіздіктен x1 нүктеге дейін болады және x екінші нүктеден плюс шексіздікке дейінгі аралықты қамтиды. Себебі координаталық жазықтықта ox осінің жоғары бөлігінде орналасқан аралық бізге оң аралық болып есептелінеді. Бізде де теңсіздікте 0-ден үлкен немесе тең аралықты сұрап тұрғандықтан шешімі ретінде осы аралықтарды қабылдаймыз. Келесі а 0-ден кіші, дискриминант 0-ден үлкен болған кездегі жағдайда теңсіздігіміздің шешімі x тиісті болады, x1 мен x2 арасындағы самдарды қамтиды. Неге тік жақша қойылды десеңіздер, біздің теңсіздігіміз қатаң емес теңсіздік, және x1 мен x2 нүктелер сол аралыққа кіреді дегенді білдіреді. Келесі екінші жағдайды қарастырайық. Дискриминант 0-ге тең болғандағы жағдай. Бұл кезде бізде теңдеудің түбірі x1 және x2 минус v бөлінген 2a-ға тең болады. Ол координаталық түзуде парабола минус v бөлінген 2a нүктесінен өтеді. Сонда теңсіздік шешімі минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі аралықты қамтиды. Егер а саны бірінші коэффициентіміз теріс сан болса, онда біздің теңсіздігіміздің шешімі осы жалғыз ғана бір нүкте болады. Үшінші жағдай, дискриминант 0-ден кіші аралықты қарастырайық. Бұл кезде түбірлері жоқ, яғни ox өсінде парабола ешқандай нүктені қиып өтпейді. Бізде теңсіздікте 0-ден үлкен немесе тең аралықты сұрап тұр. График толығымен оң аралықта орналасқан. Сондықтан шешім ретінде минус шексіздік пен плюс шексіздікке дейінгі аралықты аламыз. Ал егер а саны бірінші коэффициентіміз теріс болатын болса, онда теңсіздігіміздің шешімі болмайды. Енді біз қарастырған қатаң емес теңсіздіктерді қарап өтетін болсақ, мына тұрған қатаң теңсіздіктердің барлығы да дискриминант 0-ден үлкен болғандағы шешімдері сіздерге көрсетілген. Және дискриминант 0-ге тең болғанда, дискриминант 0-ден кіші болғандағы теңсіздіктердің шешімдері көрсетіліп тұр. Келесі кестеге назар аударсаңыздар, мұнда квадрат теңсіздіктер барлығы да қатаң емес теңсіздіктер. Олардың да дискриминант 0-ден үлкен болғанда, дискриминант 0-ге тең болғанда, дискриминант 0-ден кіші болғандағы шешімдері сіздерге көрсетіліп тұр. Енді мысалдар қарастырайық. X квадрат минус 4x минус 5 үлкен 0 деген теңсіздікті шешіп көрейік. Теңсіздікке қарайтын болсақ, а коэффициенті 1-ге тең, яғни 0-ден үлкен. Сондықтан парабола тармақтар жоғары қарап тұратынын анықтадық. X квадрат минус 4x минус 5 үш мүшені 0-ге теңестіреміз. Дискриминант табамыз 36-ға тең, ол 0-ден үлкен. Сондықтан теңдеудің екі түбірі болады. x1 тең минус 1-ге, x2 тең 5-ге.
Енді осы екі нүктені координата осіне белгілейміз. Теңсіздігімізге қарайтын болсақ, бізге нөлден үлкен аралық керек. Ал нөлден үлкен аралық о x осінің жоғары бөлігінде орналасқан. Сондықтан біз жауап ретінде минус шексіздіктен минус 1-ге дейін және 5-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықты аламыз. Ал минус 1 мен 5 аралығы о x осінің төменгі бөлігінде орналасқандықтан ол теріс аралық болып тұр. Яғни шешім ретінде қабылдамаймыз. Бірінші жаттығуды қарастырайық. X квадрат плюс 4x минус 5 үлкен немесе тең 0 теңсіздігін шешу қажет. Теңсіздіктің сол жағында орналасқан үш мүшені нөлге теңестіреміз. Осы теңдеудің түбірін табамыз. X1 тең 1-ге, X2 тең минус 5-ге. Осы екі нүктені координата жазықтығына белгілейміз. Параболаны сызамыз. Теңсіздікте нөлден үлкен немесе тең аралықты сұрап тұр. Сондықтан теңсіздікті қанағаттандыратын аралық минус шексіздіктен минус 5-ге дейін және 1-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықты қамтиды. Теңсіздік таңбасы қатаң емес болғандықтан бізде минус 5 нүктесі кіреді және 1 нүктесі аралыққа кіреді. Келесі тақырыпты меңгергендерің бойынша тестте жауап беріп көріңдер. Бірінші сұрақ. Егер дискриминант нөлге тең және а нөлден үлкен болса, онда ax квадрат қосу bx қосу с үлкен 0 толық квадратты теңсіздіктің шешімі болатын аралықты таңда. Жауабы минус шексіздіктен x-ке дейін, x-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықты қамтиды. Екінші сұрақ. Теңсіздікті шеш және оның ең үлкен бүтін шешімін көрсет. 8x квадрат қосу 2x азайтылған 1 кіші 0. Жауабы теңсіздіктің бүтін шешімі 0. Ал енді оқушылар, келесі тағы бір мысалды білім сайтында орналасқан видеодан көрейік. Мына теңсіздіктің шешімі 3-тен кіші және 7-ден үлкен аралық болады. 3 және 7 түзу мен параболаның қиылысу нүктелерінің x координаталары. Бізге берілгені квадрат теңсіздік. Сондықтан алдымен квадрат теңдеудің түбірлерін табамыз. Бұл теңдеудің шешімі 3 және 7 сандары. Енді келесі теңсіздікті шешейік. Ол үшін t деген жаңа айнымалы енгізіп, t квадрат 4-тен кіші теңсіздігін шешу керек. Алынған теңсіздіктің шешімі минус 2-ден артық және 2-ден кіші сандар аралығы болады. Теңсіздіктің екі жағына 5-ті қосып, дұрыс жауабын шығарамыз. Теңсіздіктің шешімі 3-тен 7-ге дейінгі сандар аралығы болады.